Бізге нарыққа мотюльдер қай жақтан келеді? Көрейік. Так. Сделано во Вьетнаме, дейді. Импортер в России Т-клуб. Т-клуб, потом Oil Profi біздегі. Очень непонятно, Вьетнамда жасалады, потом как-то через Россию бізге келеді, но қаншама балдар мотюль қойды, вообще андай негативный отзыв естімедім. Все равно потологын қойған май, хоть Вьетнамда жасалсын, сосын Италияда заводтары бар, ну Францияда само собой. Негізі Нью-Йоркта 1853 жылдары ма, сол кезде Нью-Йоркта құрылған компания, ол кезде басқаша аталған. И негізі Америкада басталған өзінің, так скажем, тарихы. И одан кейін уже 1900 жылдары Францияға көшкен ғой бұлар. Былай дөрекі айтқанымен негізі бұл американский компанияда деп айтуға болады, но қазір уже барлық производственный мощностьтары бар Францияда. Франция, Италия, Вьетнам, Бельгияда вроде, то есть жан-жақта. И единственное, что маркетинг үшін сәл қымбаттау майлар. Мысалы Францияда мотюль мен якконың бағасын салыстырсаң, мотюль яккодан арзан тұрады. Хотя бізде, мысалы, Қазақстанда мотюль яккодан қымбат. Қалай, неге мысалы мотюль Францияда яккодан арзан тұрады? Себебі мотюльдер өте кең таралған бренд, и Францияда олар на поток андай конвейерді жасалады да, артынан массовое потребление кетеді, и сол үшін бұлардың бағасы түседі. То есть на количество жұмыс істейді мотюль. И поэтому мотюльдің бағасы даже яккодан арзандау сәл. Но бізге почему-то келген кезде мотюльдер удай қымбат, и ең бірінші бағаны мотюль көтерді. Осы 1 сәуірден бастап 10%-ке бағалар көтеріп жүрді. Осы таяу шығыста, Ближний Востокта андай конфликт болған үшін бағаны көтеруге мәжбүр болдық деп. Вот. Бірақ Францияда, мысалы, мотюль топовый орындардың сол жоғарда, топта, топовое масло. Хоть любой мемлекетте жасалсын, өзінің контроль присадок, базового масла негізі мықты жасалған. Мото тематикада өте таралған майлар. Авто тематикада майлар бұлардық толып тұр, но автоға көбі құймайды. Да, и мотода да газ бағасы удай қымбат болып баратыр. Көп мотоциклистермен сөйлескем, кейбіреулер басқа брендтерге уже көшіп кеткен. Поэтому егер де мотюльдің бағасы сәл арзандау тұрса, в принципе, жақсы май. Неге деймін да, Европада Кастрол болсын, мотюль болсын, якко болсын, брендтердің максимум где-то 1 евро шығар бағалардың айырмашылығы. И мысалы бізде якко 6000, 7000 тұрса, мотюль 9000, 10000 тұрса, Европада что якко, что мотюль екеуі примерно 6000, 7000 тұрады. Хотя Европаның зарплаталарын ал, айлықтарын, и біздің айлықтарымызды алсаң, басқаша ғой. Как будто европалықтар майларын 2000 теңгеге алатқандай ғой, біздің ақшамен салыстырғанда ше. Олардың табыстары, айлықтары бізден 3 есе үлкен ғой. А бізде 2000 теңгеге даже Манол мен SOL келмейді. Максимумда Hyundai X-Tier или ана Onix па, Unix-ті соны құйып жүреміз да. Вот, на жақта да мне Вьетнамчик. Ну, разница жоқ, қай жақта жасалатын. Мысалы, iPhone-да Қытайда жасалады. Мен мысалы телефонмен қазір iPhone-мен түсіріп жатырмын. iPhone-ды китайский деп айта алмайсың ғой. И то же самое мотюльдер. Бұларда контроль производства деген мықты. Солай жүге. Жақында тағы да 1-2 бренд қосылады. Мықты. Айта кетем сосын.